Сәлем қыздар, бүгін сіздермен винегрет салатын жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: піскен қызылша, картоп, сәбіз, тұздалған қияр, тұздалған қырыққабат және консервіленген горох қажет. Барлық көкөністерді төрт бұрыштап турап аламыз. Туралған көкөністерді үлкендеу ыдысқа саламыз барлығын. Мен зәйтүн майын қолдандым. Сіздер зәйтүн майын болмаса, үйдегі сұйық майды қолдансаңыздар да болады. Көзбен өлшеп құйдым. Енді барлығын араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін дәмін көреміз. Тұзды кейін дәмін көріп болғаннан кейін барып саламыз. Өйткені біздің қиярымыз бен қырыққабатымыз тұздалған, сондықтан тұзы көбейіп кетпес үшін бірінші дәмін көреміз. Енді татымына қарай тұз салып, бір араластырамыз. Біздің салат дайын болды. Осы рецептпен жасасаңыздар 4 тарелка салат шығады. Енді дайын болған салатымызды тарелкамызға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Бұл салатты жасап көрмеген адам жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ мен өз рецептіммен бөлісейін деп шештім. Менің видеом ұнап жатса, лайк, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Майонезсіз салат ұнататын жандарға таптырмас салат деп ойлаймын. Баршаңызға ас болсын. Толық рецепт астына описанияға қалдырдым.